Қайратты жақсы көреміз, сыйлаймыз, сүйікті әншіміз, еліміздің азаматы, солай деп білеміз әрқашанда. Бірақ Жұлдыздың айтқан әңгімесінен кішкене шокта болдым. Кәдімгідей қорқып кеттім даже, ажырасайын деп жатқанын. Уже сол таңда уже тұрмайтынын айтты Қайратпен. Жұлдыз Абдукаримоваға жала жапты деген айыппен полицияға хаттама толтырылды. 12 желтоқсанда Диляра Тәжімбетова баспасөз мәслихатын өткізіп, соңғы 2 жылдағы қақтығыстар, қысымдар мен қауіптер туралы айтты. Ол Нұра аудандық полициясына да хабарласқан. Құқық қорғау органдарының қазақстандықтарға Қайрат Нұртастың әйелі ретінде танымал Жұлдыз Абдукаримованы жала жапқаны үшін жауапқа тартуды сұраймын. Ол өзінің көп миллиондық жазылушылар армиясын пайдалана отырып, қысым көрсетіп, менің ар-намысыма және іскерлік беделіме нұқсан келтіретін әдейі жалған ақпарат таратады, деп түсіндірді Тәжімбетова. Тәжімбетованың айтуынша, Абдукаримова әлеуметтік желі арқылы өзінің және күйеуі спортшы Нұржан Катаевтың беделін түсіреді. Ол мені алаяқ деп атады. Бұл мүлдем дұрыс емес. Бұл менің және күйеуімнің беделіне нұқсан келтіретін ауыр айыптар, деді Тәжімбетова. Сондай-ақ ол Абдукаримованың отбасын қорқытып, қарғап жатқанын айтты. Ол өзінің әйгілі кино актрисасы ретінде көрсетеді, бірақ менің отбасыма қарғыс айтып, қорқытуға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе дау заң саласында шешілген болса қабылданбайды, деп қосты ол. Бұға дейін Абдукаримова Тәжімбетованың алаяқтық жолмен пәтерді коттеджге айырбастап беруді ұсынғанын, кейін ол ағасының атына жазылғанын айтқан. Коттеджді кепілге қойып, басып алған, сол себепті Абдукаримова баспананы жалға алған. 2024 жылдың мамырында ол алаяқтық туралы шағым түсірді. Бірақ сот жауапкерлерді жақтады. Қылмыстық іс ашық күйінде қалды.